1939 жылы әйелдердің әлемі түбегейлі өзгертті. Екінші дүниежүзілік соғыс Еуропаны дүр сілкіндіріп жатқан кезде Америкадағы әйелдер жаппай дүкенге ағыла бастады. Дүкен сөрелерінде жаңа өнім, нейлон шұлықтары пайда болды. Полиция сауда орталықтарының күзетін күшейтті. Өйткені нейлон шұлықтарын алу үшін ханымдар бірін-бірін мыжып, тіпті ғимаратты қиратуға шейін баратын. Ал нейлон шұлықтарының иесі болу ерлер әлемін тізе бүктіргенмен тең еді. Бұл видеода сіздер нейлон шұлықтары әйелдердің түнгі ұйқыларын қалай алып қойғанын, және нейлон шұлықтарының Зигмунд Фрейдпен қандай қатысы бар екенін, және неге бұрын әйелдер аяқтарын бояп, тізесі бойынан жоғары қарай қарандашпен неге сызғанын білетін боласыздар. Видео басталмас бұрын сіздерге керемет ұсыныс жасағым келіп тұр. Менің промокодым арқылы Кинопоисте 30 күн бойы тегін фильмдер, сериалдар, анимелер қарай аласыздар. Сілтеме төменде. 1939 жылы сән әлемін түбегейлі өзгерткен маңызды оқиға орын алды. Әлем екінші дүниежүзілік соғыстан қирап жатса да, ақш-тың миллиондаған әйелдері дүкендерге ағылды. Нейлон шұлықтарын сатып алуға асықты. Адамдардың бұл өнімге деген сұранысы соншалықты жоғары болғаны, полиция сауда орталықтарын қорғауға мәжбүр болды. 20-шы ғасыр синтетикалық материалдарды өмірге әкелгені құпия емес. Бұл материалдар адам қызметінің көптеген салалар үшін өте маңызды болды. Әлемдік компаниялар полимерлерді ойлап табу үшін өз арасында нағыз жарысты бастады. Бұл жарыстың алдыңғы қатарында DuPont компаниясы тұрды. DuPont полимерлі талшықтарды өндірудің өзіндік технологиясын жасады. Алғашында синтетикалық бояулар, түймелер, шаш тарақтары және белбеу батырмаларын шығарды. Кейінірек компания бір орында тұрмай фотопленка және жасанды жібек өндірісін қолға алды. Нейлон олардың ең үлкен жетістігі болды. Бұл материал созылатын, өте жұқа, көзге көрінбейтін талшықтарға айнала алатын ерекше қасиетке ие еді. Осы қасиетінің арқасында 1939 жылы 24 қазанда Вельмингтон қаласындағы дүкендерде алғашқы нейлон шұлықтарының сатылымы шықты. Бұл аз белгілі полимерлі қосылыс алдындағы нағыз триумф болды. Оны жасаушы химик Уоллер Картерс бір жыл бұрын оның менің керемет жетістігін көрмей қайтыс болғаны әрине өкінішті. Бұл ғалымның арқасында біз нейлонның формуласын және оның үлкен жетістігі жайлы білеміз. Бірақ өкінішке орай оның аты қалай шыққанын біз білмейміз. Нейлон сөзінің қалай пайда болғанының бірнеше нұсқалары бар. Кейбіреулер бұл материал алғаш рет синтезделген зертханалар атауының бірінші әріптерінен тұрады деп есептейді. Ал басқалары бұл атауды оған планетадағы ең үлкен екі ғылыми орталықтар Нью-Йорк және Лондон берген деп есептейді. Яғни Нью мен Лонды қосқан кезде басындағы әріптерін нейлон сөз шығады. Бірақ біріншісі де, екіншісі де қате. Нил деген алғашқы буын DuPont компаниясының иелері тарапынан кездейсоқ таңдалған шығар. Нейлон шұлықтар сатылымға шыққан күні 4 миллион жұп шұлық сатып алынды. Бір жыл ішінде 64 миллион жұп сатылды. Ал әйелдер бұл шұлықты алу үшін ұзын сонар кезекке тұрып, тіпті бір-бірімен төбелестерге дейін барды. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Соғыс басталып, DuPont компаниясы өндірісі қуаты әскери өнеркәсіпке бағыттауға мәжбүр болды. Нейлон шұлықтарының орнына парашют күмбездері, арқандар, тенттер мен кабельдер өндіре бастады. Әлемде қырғи қабақ соғыс болып жатқанына қарамастан, әйелдер нейлон шұлықсыз өмір сүре алмады. Егер оларды сатып алу мүмкін болмаса, шұлықтарды салу үшін аяқтарды бояу сәнге айналды. Арнайы бояу сұйық шұлықтар ретінде ұсынылды. Оларды Max Factor компаниясы ойлап тапты. Әйелдер аяқтарына шұлықтың толық елесін жасау үшін артқы сызықты химиялық карандашпен сызып жүрді. Мысалы, кейбір әйелдер шынайылықты ұмытып, химиялық карандаштармен затяжка мен жамау сияқты ақауларды да салатын. Бұл сән бүкіл әлемге таралып, тағы бір маңызды процедура аяқ депиляциясы өмірге келді. Себебі аяққа бояуды жағу үшін және ол сапалы тұру үшін бірінші түктерді алып тастауға жетеді. Соғыстан кейін нейлон шұлықтары қайта сатылымға шығып, миллиондаған әйелдердің тағы да қуанышына айналды. Бұл өнім технологиялық ғасырдың өнімі ретінде өзгеріп, дамып отырды. Алайда әйгілі шов шұлықтардың басты кемшілігі бар еді. Олар аяққа бұралып, кейде тіпті тарқалып кететін. 1950 жылдары кезекті жаңалық ашылып, шовсыз нейлон шұлықтар ойлап табылды. Бірақ бұл жаңа модельдер әйелдердің көңілін түсірді. Оған басты екі себеп болды. Біріншіден, ұзын әрі жіңішке шов аяқтарды көзге ұзын әрі сымбатты етіп көрсететін. Екіншіден, шов әйелдердің сексуалды фетишіне айналды. Бұл ерлерді мақсатқа жетелейтін екі жолақты іспеттеді. Бұл идея Зигмунд Фрейдтің теориясына сәйкес келеді. Кеңес одағының әйелдері нейлон шұлықтарын екінші дүниежүзілік соғыстан кейін көрді. Бірақ олар тек таңдаулы топ үшін ғана қолжетімді болды. Жақсы іш киім секілді нейлон шұлықтары дефицитке айналды. Бұл өнімді партия қызметкерлері мен сауда саласының өкілдерінің әйелдерінен ғана көруге болатын. Қарапайым халық нейлон шұлықтарын тек қана армандай алатын. Кеңес одағында нейлон шұлықтарын өндіру 1970 жылдары басталды. Бірақ олардың сапасы шетелдік өнімдерден әлде қайда төмен еді. Соған қарамастан кеңестік сәнқой әйелдер бұл өнімге риза болды.
Олар шұлықтарды тесілгенше киіп, содан кейін жамап, желімдеп, толықтай тозғанша қолданатын. Шашы қоңыр әйелдердің бұл жағынан көбірек жолы болды. Себебі олар шұлықтарды қайта өңдеу үшін өз шаштарын пайдаланатын. Кейбіреулер басқа екі нейлон бұйымдарының талшықтарын қолданды. Бүгінгі таңда нейлон шұлықтары қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады. Олар тіпті сарай этикеті мен кеңес дресс-кодының бір бөлігіне айналды. Бірнеше жыл бұрын Ұлыбританияның патшайымы Елизавета II мен Анджелина Джолидің кездесуінде актрисаның шұлық кимегені үшін британдықтар оны дәстүрді сыйламады деп сынға алған еді. Көптеген ірі компаниялар өз қызметкерлеріне жұмыс кезінде шұлық киюді міндеттейді. Ауа температурасы қаншалықты жоғары болса да, бұл ережеге әсер етпейді. Кеңседе жұмыс істейтін әйелдерге де тіпті 40 градус ыстықта да шұлықпен келуге тура келеді. Бақытымызға орай соңғы жылдары технологиялар дамып, ультра жұқа шұлықтар пайда болды. Бұл өнімді кию кезінде ыңғайсыздықтарды аздап төмендетті. Сіздермен бірге болған таңқурай. Бүгінгі ролик сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса міндетті түрде каналға лайк басып тіркеліңіздер. Осындай қызықты ақпараттар бөлісетін боламыз. Сау.